Серікбай Мүткенов 342-ші атқыштар полкінің командирі, аға сержант, Кеңес одағының батыры. 1913 жылы 16 ақпанда Ертіс болысының номер 16 ауылында, қазіргі Мүткенов ауылы, шаруа отбасынан дүниеге келеді. Оның әкесі революцияға дейін қайтыс болған еді. Ата-анасынан ерте айырылған ол, көптен бері білім ала алмай, бірақ өзінің дарындылығының арқасында Павлодар педучилищесін сыртта аяқтап, төменгі сыныптарға мұғалім болып, көптен бергі арманы орындалған еді. Серікбай Мүткенов Жамбыл, Кеңес, Октябрь колхоздарында мұғалім болып қызмет етеді. Ол драмалық және хор үйірмелерін басқарып, өлең жазып, кітапты көп оқитын. Басталып кеткен соғыс оның үлкен ағалары Нұрмұхан мен Сатыбалдыны майданға аттануын мәжбүр етті. Олардың соңынан 1942 жылы Қызыл армия қатарына Серікбай да шақырылған болатын. Кіші командир артиллеристер мектебін бітіргеннен кейін аға сержант Серікбай Мүткенов 316-шы атқыштар дивизиясының 342-ші атқыштар полкының батальон командирі болады. Алғашқы соғыс қимылдарын Украина жерінде қарсы алады. 1943 жылдың қазан айында 1-ші Украина майданында артиллерист Мүткеновтың кірген бөлімшесі Днепрден өтіп барлық майдан бағытында шабуылдау үшін плацдармды кеңейтіп қан соғыс ұрыстар бастады. Бұл жауға қарсы қан соғыс ұрыстарда басқа командирлер ішінен 136-шы атқыштар дивизиясының 342-ші атқыштар полкының 45 мм пушканың командирі Серікбай Мүткенов те көзге түскен еді. Өз қаруының жаудың 40 сарбазын өлтіріп, 1-ші батальонның алдыға қойған мақсаттарына жетуге мүмкіндік жасады. Серікбай Мүткенов өз майдангер жолын әрі қарай Украинаның қалалары мен ауылдарын фашистерден тазартуды жалғастыра берді. 1944 жылдың қаңтар айы майдан Черкас облысының Звенигорск ауданының Резина ауылына қарай жақындап келеді. 136-шы атқыштар дивизиясының Серікбай Мүткенов қызмет еткен полк ауылға кірді. Біздің жауынгерлеріміз 2 рет аула тастап, 2 рет қайта азат етті. Келесі күні жау жағы тағы да ірі танк күштерін, орудие және жау әскерді кіргізді. Біздің жауынгерлеріміз қайсарлықпен ұрысқа түсті. Қайтыс болғандардың ішінде Серікбай Мүткенов те бар еді. Қайтыс болған соң 1944 жылдың 9 ақпанында оған Кеңес одағының батыры атағы берілді. Оның есімі мәңгілікке қалу үшін Ақтоғай ауданында оның есімін орта мектеп көше атауы Мүткеновтың ескерткіші орнатылған.